Семей қалалық ішкі істер басқармасы ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға қайырымдылық акциясын өткізуде. Сондай шараның бірі номер 8-ші балалар үйінде ұйымдастырылды. Құқық қорғаушылар сыйлықтар тарту етіп, жеткіншектерге қорғану әдістері мен спорттық шеберліктерін көрсетті. Мерекелік шараға 1-ші мен 6-ші сынып аралығындағы оқушылар қатысты. Жақсы көңіл-күй жан азығы демекші, балаларға көтеріңкі көңіл-күй сыйлау мақсатында мерекеге аниматорлар шақырылды. Олармен бірге тәрбиеленушілер би билеп түрлі ойындарға ерекше ынтамен қатысты. Шараның мақсаты жеткіншектерге құқық қорғаушылардың қызметі туралы таныстыру. Здесь, чтобы эти дети не были обделены вниманием, мы решили. Жеткіншектерді назардан тыс қалдырмау мақсатында балалар үйіне келуді жөн санадық. Әрдайым қолымыздан келгенше қолдау көрсетуге әзірміз. Балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан бүлдіршіндер бақытты, дендері сау азаматтар болып ер жетсе екен дейміз. Кездесу барысында жедел қимылдайтын арнайы жасақтың сарбаздары балаларға қорғану әдістері мен спорттық шеберліктерін көрсетті. Құқық қорғау қызметкерлерінің көрсетілімі кішкентай көрермендерге ерекше әсер етті. Мен де өскенде полиция қызметкері болғым келеді. Өйткені себебі отанды қорғау үшін. Мұндағы басты мақсатымыз өскелең ұрпақты отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, патриоттық сезімін ояту және еліне деген адал қызметі болып табылады. Шара барысында жеке құраммен тәрбиеленушілерге түрлі ойын-сауық кештер ұйымдастырып, сонымен қатар спорттық қоян-қолтық күрес әдіс-тәсілдерін үйретудеміз. Мерекелік шараны бүлдіршіндермен қатар педагогикалық ұжымда шат-шадыман көңіл-күйді өткізді. Олардың тәрбиеленушілерге жүрек жылуын сыйлаған жандарға алғыстары шексіз. Сделали для наших ребят большой праздник. Балаларымызға арнап үлкен мерекелік шара ұйымдастырғандарына ризамыз. Бүлдіршіндер мен педагогикалық ұжымымыздың атынан алғыс білдіреміз. Оларға мықты денсаулық, жұмыстарына табыс тілейміз. Қазақ халқы қай уақытта да ұрпақ тәрбиесіне ұлттың болашағы деп қараған. Тәртіп сақшыларының игі істері өскелең ұрпаққа үлгі өнеге дейді қатысушылар. Шара барысында бүлдіршіндерге дәмді тәтті қойылған дастархан жайылып, ойыншықтар табысталды. Гүлназ Каукен, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.